Қажы деген статусты бізге Құдай тағала береді. Ана бір жігіт қажылықтан келді да досының магазиніне жүгіріп барыпты дейді, қарыз дәптерімді әкел деп. Досы мәз болып алдына қойса, ақтарып өзінің тізімін жаңа атын тауып алып жаңа Нұржан деп тұрса, Нұржан қажы деп өзгертіп қойып кетіп баратыр дейді жаңа. Ондай болмайды. Түсіңіздер ма? Ондай болмайды. Енді мысал үшін апаларымызға немерелері, келіндері қажы апа деп жатса, проблема жоқ. Бірақ ана тойға барған кезде Нұралы қажы деп қой, Қайрат қажы деп қой, Нұржан қажы деп қой, Жәнібек қажы, Әлия қажы деп қой деп ол дұрыс емес. Түсінікті ғой. Сондықтан қажы деген статусты бізге Құдай тағала береді. Ол бір. Сосын екінші, қажылық қылуды оңай, ол қажылық қылу. Бірақ осы қажылық деген статусты ұстап тұру өте қиын. Ертең сен қажылықтан барғаннан кейін сен бұрынғыдай құйрығыңды бұлғаңдатып, тойда билей алмайсың. Бұрынғыдай жалаңбас жүріп, прическа жасай алмайсың әйел адамдар, келіндер. Сенің сыртынан сын көзбенен қарайды адамдар. Мұсылман адам ақ көйлек секілді, ақ көйлектің дағы бірден көрінген секілді, сенің айыбың бірден көрінеді. Егер анау басыңа орамал тартып алып, алейка маубетке билеп жүрсең, сен анау Құдайдың фарыз қылған орамалына сөз келтіресің. Қараңыз. Басыңа тақияны киіп алып, 7 түрлі Индияның биін билеп жүрсең ана тойда, ана пайғамбардың киген тақиясына сөз келтіресің. Ислам дініне кір келтіресің. Сондықтан біз киімімізге болсын, ісімізге болсын, мына жасап келген құлшылығымызға болсын, соған лайықты болып жүруіміз керек, құрметті қажекелер. Жақсы ғой, ә? Иншалла. Сондықтан да мынандай нәрсені айтып жатырмын. Бағана қажыларға айтып жатырмын. Өздерін байқап отырсам, сол қажылардың ішінде өзі нелер бар. Бір қаладан келген екен, бір бауыр айтып жатыр да, анау бауырыммен бірге келдім дейді. Мені кешіре алмай жүр дейді. Мені кешіре алмай жүр дейді. Мен де оны кешіре алмай жүрмін. Бірақ алдынан барып кешірім сұрасам, ол бұрылып кете береді дейді. Бірақ екеуміз қажылыққа келдік дейді. Мен таңғалып жатырмын, сен осы қасиетті жерде кешірмегенде оны қай жерде кешіресің? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 3 рет жәннатпен сүйіншіленген сахаба, ешкімге кек сақтамайтын сахаба болған. Тірі күнінде мына есіктен кірген адам жәннаты дегенде дәреттің суы аққан сахаба кіріп келді. Екінші күні де айтқанда сол сахаба кіріп келді. Үшінші күні де айтқанда сол сахаба кіріп келді. Сахабалар бір-бірінен сұрайды екен, пайғамбар бүгін қандай жәннат амалы айтты, соны біз орындайық деп. Біз бір-біріміздің сыртымыздан айып іздейміз ғой, ә? Сахабалар жәннат амалдарға амал қылатын болған. Сөйтіп жаңағын үйіне барып қонады, ешқандай артықша амал істемейді, 5 уақыт намаз оқиды, тахажжудқа да тұрмайды. Сонда жалығып кетіп сұрайды, сен қандай артықша амал істеп қойдың? Пайғамбар сені жәннатпен 3 рет сүйіншілейтіндей тірі болған халіңде дегенде, мен басымды жастыққа тигізген кезде төсекке таза жүректі жатқызам. Мені кім ренжіткен болатын болса, оның барлығын мен кешіріп жіберем деген. Қараңыз. Қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бөлмесінен шығып, енді мешіттің ішінде болған ғой үйі. Пайғамбар қашан азу тісі көрініп күлсе, сахабалар қуанады екен. Пайғамбар бізге бір сүйінші айтайын деп тұр. Бір сүйінші хабар айтайын деп тұр деп. Пайғамбар үйінен шығады, азу тісі көрініп, жымиып, сұлу кейіпте әдемі көрініп күлген кезде, Омар айтады: "Ма адхака я Расулалла, Алланың елшісі, сені не нәрсе күлдіріп жатыр? Бізді не нәрсемен сүйіншілейсің?" дейді. Сонда пайғамбардың айтқаны, қиямет күні 2 бауыр Алланың құзырында тізерлеп тұрып есеп береді деді. Сонда ана бауыр айтады екен: "Я Раббым, анау тұрған Асад деген бауырым менің, Асет деген бауырым, маған ана дүниеде зұлымдық қылған, соның сауабын маған алып бер" деп айтады екен. Сонда Құдай тағала айтады екен: "Асықпа. Оның басқа да достары зұлымдық қылған екен басқа да достарына. Олар сауабының барлығын алып кетті. Ол тақыр. Ода ешқандай сауап жоқ. Ол саған несін береді десе, онда әділдік болсын, менің күнәмді ол арқаласын" деп айтады екен. Сонда Құдай тағала, сізбенен бізді жаратқан Құдай тағала, құл сүйгіш Құдай тағала, құлдарының күнәларын кешіргенді жақсы көруші Құдай тағала айтады екен: "Пендем, сен бірінші анау жаққа көз тігіп қараш" дейді екен. Сонда пенде көз тігіп қараған кезде жәннаттан сондай бір орын көрінеді. Қасырлар, үйлер, сырттарында су аққан, алдарында өзендер, бұлақтар аққан, жемістер самсыған, құстардың дауысы сыңғырлап, сол жерде шығып жатқан жаңағы жәннаттың бақшасын көреді екенде, Раббым, мынау қай пайғамбардікі, қай шахидтікі, қай шыншылдікі деп айтады екен. Пайғамбарлар, шахидтер, шыншылдар жәннатқа есепсіз кіреді.
Айтады екен, мынау қайсысынікі соны деп. Сонда Құдай тағала айтады екен, ей пендем, ешқандай пайғамбардікі емес, ешқандай шыншылдікі, шахидтікі емес дейді екен. Ендеше мынаған қалай кіруге болады дейді екен. Сонда Құдай тағала айтады екен, оның бағасы анау сенің саған зұлымдық қылған Әсет деген бауырыңды кешіріп берсең соған кіресің дейді екен. Сонда пенде тұрып айтады екен ғой, Раббым, мен бағана әшейін айтып жатқан мына яқта негізінде. Мен мынаған жіберсең болды деп жаңа жүгіріп бара жатқан кезде Құдай тағала тоқтатады екен, ей пендем тоқта, саған зұлымдық қылған Әсет бауырыңның қолынан ұста, жәннатқа бірге кір деп айтады екен. Қараңыз, жәннатқа бірге кір. Құдай тағала зұлымдық қылған пенделерге осындай мейірімдік етеді. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлкен қажылықтың кезінде Арапатта тұрып дұға қылады. Сол кезде Арапатта тұрып дұға қылған кезде кешке Мұздалифаға кетіп бара жатқанда пайғамбардың көңіл күйі жоқ дейді. Сонда Абу Бәкір сұрайды, Алланың елшісі, неге көңіл күйіңіз жоқ дейді. Сонда пайғамбардың айтқаны, Құдай тағала менің үмметтерімнің зұлымдық қылаушыларының күнәларын кешірген жоқ, мазлумдардың күнәларын осы Арапатта кешіріп жіберді деді. Зұлымдық қылушы деген, мына көкемізді мен ұрсам, мен бұл кісіге зұлымдық қылушымын. Бұл кісі мазлум, зұлымдық көрген адам. Осы кісілер сияқты адамдардың күнәларын кешірді, бірақ зұлымдық қылушылардың күнәларын кешірген жоқ деді. Қараңыз. Сонда пайғамбар залым үмметтеріне мейірім алып тұр ғой, пайғамбарды қараңыз. Сөйтіп пайғамбардың көңіл күйі болмай барды, Мұздалифада түнеді, таңертең пайғамбардың жүзіне күлкі үйірілді. Абу Бәкір мен Омар сұрады, ей Алланың елшісі, бізді не нәрсемен сүйіншілейсіз? Сонда пайғамбардың айтқаны, Арапатта менің үмметтерімнің Құдай тағала мазлумдардың күнәларын кешіріп еді, залымдарды кешірген жоқ дейді. Ал енді Мұздалифада залымдардың да күнәларын кешіріп жіберді деді. Қараңыз. Пайғамбар күнәһар үмметтерінің күнәларын кешірілгенді қалайтын пайғамбар. Үмметінің үлкен күнә иелеріне де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шапағаты адал. Ертең қиямет күні ең соңғы үмметі жәннатқа кірмейінше, жәннаттың ішінде қайғырып жүретін бір адам, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыз. Масуд әл-Хамазани деген дүниеден сондай бір әулие кісі өткен екен. Кім оны ренжітсе де, қатты ренжітсе де, кешірім сұраса айтады екен, ей, мен ешкімге ренжіген жоқпын. Өткеніз өтті, кеткеніз кетті. Болды, мен саған ренжіген жоқпын. Кім қатты ренжіп, сол сәтте кешірім сұраса да айтады екен, ей, мен саған ренжіген жоқпын. Өткеніз өтті, кеткеніз кетті. Болды деп жаңа кісіні жібереді екен. Сөйтіп сол кісі дүниеден өтеді. Сонда өзінің бауырының түсіне кіреді. Жәннаттың төрінде шалқып жүр дейді. Бауыр айтады, ей Масуд, сен жәннаттың төрінде шалқып отыратындай Құдай тағала саған не істеді дейді. Сонда Масудтың айтқаны, мен Құдайдың құзырында тізерлеп отырып есеп бердім. Құдай тағала маған таудай күнәларымды алып келді. Мен пұшайман болып қайғырып отырған кезімде Құдай тағала айтты дейді. Ей Масуд, өткеніз өтті, кеткеніз кетті, менің жәннатыма кір деп жәннатыма кіргізіп жіберді дейді. Қараңыз. Сондықтан да құрметті ағайын, мына жүректі тазалайық біз. Алланың құзырында мына сау жүрекпен барсақ қана Құдай тағала біздің жәннатқа кіргізеді. Біреуге кектеніп жүрсін ба, менің черный спискім бар, қиямет күні сенен ақымды алам деп блокнот арнап жүрсең, сен де біреудің блокнотында жүресің. Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Бұхариде келген хадисте айтады, «Мән ла ярхам ла юрхам». Кім біреуге мейірімділік етпесе, Құдай тағала оған мейірімділік етпейді дейді. Қараңыз. Сондықтан да иншалла елдегі бір туыстарымызға ренжіп жүрген болатын болсақ, қажырлықтан келген кезде сенің қажылықтың бір белгісі білініп тұрсын. Сол адамдардан кешірім сұраңыз. Ей бауырым, кешіріп қой мені. Мен бір ағаттық істеппін. Жоқ, сенің кінәң жоқ. Бұл жерде мен кешірдім десеңіз, Алланың мейірімі жауған адам сіз. Қараңыз. Алланың мейірімі түскен, Алланың назары түскен адам сізсіз. Сондықтан да иншалла құрметті қажекелер, ертең аз ғана күннен кейін елге барамыз. Сосын мына жердегі болмашы нәрселерге сабырлық, жаңағы бір ашушаңдық, сабырсыздық істемеңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, «Әл-хаджу машаққа», қажылық машақатпенен болады деді. Қажылық машақатпен болады деді. Қараңыз, енді Құнанбайдың кезіндегі машақат пен қазіргі машақатты сезіне аласыз ба?
Құнанбайдың кезінде бір Құнанбай емес, бірнеше байлар шығады. Оның арасында оларды емдеп жүретін тәуіптері болады. Оның арасында анау барымташыларға жауап беретін батырлар болады. Оның ішінде қойшылары болады. Оның ішінде бүкіл шашпауын көтеріп жүретін адамдар болады. 3-4 адамның соңына 100-ге тарта адам қажылыққа шығады, қараңыз. Соншама қиыншылықпен келеді. Меккеге келген кезде Арафат күні өтіп кеткен екен. Құнанбай айтады: ертең келесі жылы келеміз ба, келмейміз ба, осы жерде қалайық дейді. Анау Минада жатып, шайтанға тас ату 4 километрге жақын. Туннельменен, көлеңкеменен барамыз. Соның өзінде аузымыз кеуіп, өліп қала жаздап, ақылап, өкілеп отырамыз. Кондердің астына келіп. Ал сол кездегі кісілер қалай қажылық жасады? Туннель болған жоқ, таудан асып барды. Сол кісілер әуле болмағанда кімдер әуле болады, қараңыз. Ал енді сізге қараңыз, біз Құнанбайды айтып жатырмыз ғой, жаяу келді, қаншама қиыншылық көрді деп. Біздің балаларымыз айтатын шығар: ойбай, менің атам самолеттен ұшып барған екен. Барған кезде болмай қалған ана бір китайский кондиционер тұрған екен жаңағы. Эскалатор кейде істеп, кейде істемеген екен деп. Ол кезде гироскотрмен айналама, вертолетпен айналама, Құдай біледі енді. Алла өз сақтасын. Бірақ мен қажыларға айтып жатырмын, бізде бүкіл условия жасалынған. Автобустың ішінде жаңа кондер, гостиницада кондер, харамның ішінде кондер, магазиннің ішінде кондер, бүкіл условияны Құдай тағала бізге жасап берген. Бірақ бізде машақат жоқ. Пайғамбар айтып жатыр, қажылық машақатпен болады деп жатыр. Біз осы машақатты құлшылықтан іздеуіміз керек. Қараңыз, елде де ұйықтай бересіз. 10 күн тахажжуд оқысаңыз, бір жеріңіз түсіп қалмайды. 10 күн үшеде барып тахажжуд оқыңыз. 5 уақыт намазды осы харамда оқыңыз. Мұна жасайсыз ба? Анау харамдағы 100 мың сауаптан айырылып қалмаңыз. Соған шақтап барыңыз. Соған шақтап барыңыз. Жақсы ғой, Аллах тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етсін. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Раббана ифтах байнана ва байна қаумина бил хаққи ва анта хайрул фатихин. Я Раббым Алла, осы жерде қазылық жасап жатқан барша бауырларымызға екі дүниенің бақытын нәсіп ет. Елге анадан жаңа туылғандай пәк болып оралуымыз нәсіп ет. Өзіңнің құзырынан мол, кең, адал рызық нәсіп ет. Осы жерде әрбір қажының жүрегінің түбінде орындалмай жүрген арман дұға тілектері бар. Елде де заказ беріп жатқан бауырларының да жүректерінің түбінде орындалмай жүрген дұға тілектері артығыменен орындалуы нәсіп ет, я Алла. Өзіңнің құзырынан мол, кең, адал рызық нәсіп ет. Өзіңнің құзырынан салиқалы ізгі ұрпақ нәсіп ет. Бойдақтарға салиқалы жар нәсіп ет. Бойдақ қарындастарымызға өзіне пана болатын, өзіне қорған болатын батыр, мықты, иманды азаматтарды нәсіп еткейсің, я Раббана Карим. Я Раббана Карим, баршамызға екі дүниенің бақытын нәсіп ет. Қиямет күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында абыройлы үммет болуымыз нәсіп ет. Қиямет күні ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: менің үмметім қайда дегендей, лаббайка я Расулулла, мінекей алдыңда тұрмыз, ей Алланың елшісі деп, пайғамбардың туының астында жиылып, өзіңнің мәңгілік фирдаус а'ла жәннатыңды нәсіп ет. Өзің разы болатын істі көп жасауымызды нәсіп ет. Ең соңғы демімізге дейін біздің көзімізге сауапты істерді сүйкімді қыл, я Раббана Карим. Өзің жеп көрген істерді, пайғамбар жеп көрген істерді біздің де жеп көруімізді нәсіп ет, я Раббана Карим. Құлшылығымызға бекем болуымыз нәсіп ет. Өзіңнің хақ жолында мызғымай, айнымай, мықты жүріп өтуіміз нәсіп ет, я Алла. Баршамызға хуснул хатима беріп, ең соңғы сөзімізді ла илаха иллалла Мұхаммадар Расулуллах деп, ашхаду ан ла илаха иллалла Мұхаммадар Расулуллах деп, өзіңнің шексіз мейіріміңмен қауышуымыз нәсіп ет, я Алла. Алхамдулилlah ва салату ва саламу аля сайидина Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Бирахматика я архамар рахим. Алла қабыл етсін.